Мен Бектасов Шырынбек Қазханұлы, 1956 жылғы зейнеткер, Түркістан облысы Жетісай ауданы Қараүзек ауылының тумасы, Астана қаласының тұрғыны, тиімділік идеясының авторы. Мен осыдан бір ай бұрын ерекше үндеуімді бастадым. Соны 12 мыңнан астам адам көрді. Отчаянное обращение деген артынша жаздым. Оны 11 мыңнан астам адам көрді. Одан бері қарай мынау бүгінгі 6-шы ерекше үндеуім. Міне осы уақытқа дейін осы идеямның елдің бірінші басшысының назарына жете алмауға кім жауапты? Кім жауап береді? Кім кінәлі? Мен енді осы жерде кінәліні іздеп, болмаса неғып отырғаным емес. Менің идеяма түсінбей отырған себебі, міне қараңыз, қарапайым ғана мысал. Осы менің идеям, егер шын мәнінде, егер осы сондай бір өз деңгейінде 100 күнде іс жүзіне асалатын болса, іс жүзіне көрсетіп осы идеям сондай результат, нәтижені бере алатын болса, соны осы уақытқа дейін елдің бірінші басшысына жеткізе алмаған кім кінәлі? Міне ең қарапайым ғана мысал, менің идеям әрбір жіберіп жатқан мүмкіндіктерді жібермеу. Менің идеямның ең негізгісі әрбір іс әрекетке, тек қана еңбек емес, әрбір еңбекке дейінгі іс әрекетке кім жауапты екен? Әрбір іс әрекетті бағалағанда сол іс әрекетке, процеске қатысып отқан адамның жауап беруінде, сол адамның бағалауында, сол бірлесіп іс әрекет жасауда, бірлесіп іс әрекет жасауды жоғарыдан бастауда. Президент аппаратынан, үкімет басшысынан, үкіметтің аппаратынан, одан бері қарай облыс, министерство, аудан, ең ары қарапайым жұмыс орнына дейінгі іс әрекет, жасалған іс әрекет и жасалынбаған іс әрекетке кім жауапты? Жасалынбаған өз деңгейінде іс әрекет жасалынуы керек еді, бірақ сондай іс әрекет жасалынбады. Соған кім жауапты екенін білдіретін менің тиімділік идеям өте қарапайым ғана. Міне мынау тиімділіктің үш бұрышында кім кімнен нені сұрайтыны белгілі. Ал енді осы жай ғана айтыла салған сөз емес. Бұл теориялық, егер несіне барса. Ал енді іс жүзінде бұл тиімділік идеясын іс жүзіне асыру үшін тиімділіктің негізгі 3 принципін өте қатаң сақтау жөнінде заң қабылданады. Конституциялық күшке ие заң қабылдану керек. Мен сол 100 күннің ішіндегі программамның несін бастамасы, осы 100 күндік программаны талқылау барысында, сол басталған күннен бірінші 10 күндікте конституциялық күшке ие заң қабылдануында. Және сол заңды қалай орындалуын қадағалайтын тиімділіктің жұмысшы тобы әр деңгейде, мынау әр деңгейде, президенттік деңгейден бастап, тікелей президенттің қатысуымен, президенттің басшылығында құрылатын жұмысшы тобы, міне осыны қадағалайтын, содан төмен қарай үкіметтің деңгейінде, премьер-министрдің басшылығындағы жұмысшы топ, әрбір министрдің басшылығындағы министерство салалардың несін ескеріп отыратын жұмысшы топтарының құрылуында. Сонда әрқайсысы осы мынау жаңағы айтылған заңды, тиімділіктің заңын өте қатаң сақталуын қадағалайтын жұмысшы топтарында.
Әрине, менің осы айтып жан айқайымды бір айдан бері қарай сол елдің басшысына жеткізе алмай келе жатқанға кім кінәлі? Бұл жерде бір адамды кінәлауда емес. Бұл алдындағы айтып өткенімдей Уильям Демингтің 98-де 2 деген формуласындағы әрбір адамды қоршаған орта кінәлі. Сол қалыптасқан елдегі жүйе кінәлі. Биліктің жүйесі кінәлі деген. Міне сол қоршаған ортаны, қалыптасқан жүйені өзгертуге мүмкіндік беретін менің тиімділік идеямды елдің бірінші басшысына жеткізбей жатқан, жеткізуге сол мынау осы менің осы бір айдың ішінде алғашқы ерекше үндеуімді көрген 12 мыңнан астам адам көрген. Отчаянное обращение дегенімді 11 мыңнан астам адам көрген. Әрине, бірін қайталағанның өзінде 20 мың, одан бері қарай 6-шы үндеу. Әрқайсысын көрген адамдар одан ары қарай өзінің мүмкіндігін, өзінің іс-әрекетін жіберіп алған, іс-әрекет жасамаған, қолынан келген нәрсесін істемеген кім кінәлі? Бұл жерде мен кінәліні іздеуде емес, мақсатым осы мынау идея әрбір іс-әрекеттің мүмкіндікті жібермеудің нәтижесінде елдің экономикасын қарыштатып әкелуге мүмкіндігі бар идеяны қарапайым ғана осы менің мынау идеямды уже неше бір айдың көлемінде әлі елдің басшысына жеткізе алатын адамға жеткізе алмағанға кім кінәлі екенін әрбір осыны көріп отқан адам өзінен іздесе. Әрбір көріп отқан адам өзінен іздесе. Қолымнан келетін нәрсені неге істемедім деп. Хан қайырылып қараған, би бұрылып сұраған, 6 алаш аузына қараған, аузы дуалы академиктер Оразалы Сәбден аға, Орақ Әлиев ағамыз, депутаттар Қазбек Иса, Ермұрат Бапи, Әміржан Қосанов, Байтақ партиясының, жаңадан құрылған Байтақ партиясының төрағасы, есіміңді айналайын ұмытып қалдым. Zoom арқылы менімен сөйлескен. Астана қаласының әкімінің орынбасары Мейіржанов Ерік Серікұлы. Мені байланыстырған Әлишер бауырым көмекшісі. Барлықтарыңыздың өзіңіздің арларыңыздың алдында, өзіңіздің мынау болашақ келешек ұрпақтың алдындағы кінәларыңызды сезінесіздер ме? Айналайын көпшілік, осыны көріп отырған 20 мыңнан астам адам, ажиотаж туғызып талқылауға бармаған әрбір азамат, өзін осының елдің патриотымын санайтын әрбір азамат ажиотаж туғызып талқылап, ары қарай аудиториясы көп блогерлерге жеткізбеген. Өзіңізді кінәлі санайсыз ба? Жаңадан былтыр 2 жыл осы бұрылған Қазақстанның билер алқасы қоғамы, республикалық қоғам, былтыр емес алдығы 2 жылдан бері қарай хабарларыңыз бар. Топтарыңызға салып келе жатқан. Сіздер өздеріңіздің кінәларыңызды сезіне алмайсыздар ма? Айналайын Мұхаммед Кәрім Қожырбайұлы тарих группасының 1000-нан астам адамы бар. Өзінің несіне сол топқа салсам осы идеямды. Бұл идея бізге керек емес деп. Тарихтың өзінің көпшілікті соған баулып, барлық мәселені шешуге ұмтылған Мұхаммед Кәрім аға. Өзіңізді ғылыми адамсыз. Сіз де өзіңізді кінәлі санамайсыз ба? Кінәм жоқ дейсіз, ойлайсыз ба? Айналайын Думан Мұхаммед Кәрім бауырым. Қазір енді неде отыр, бірақ ол 5-6 жылдан бері. Бұл менің не емес, мені қызықтырмайды, басқа блогерге бар деп не қылған.
міне мынау кеше ғана түнде Путин менен Трамптың телефон звондап бір-бірімен сөйлесті. Егер менің осы идеям бұдан бір ай, 2 ай бұрын басталғанда, олардың жасалған әңгімесі, Путин мен Трамптың жасаған әңгімесі мүлдем басқа әңгіме арнада болуы мүмкін еді ғой. Осындай мүмкіндіктер жіберіліп жатқан. Ал енді сол мүмкіндіктерді жібермейтін 100 күндік программамды іс жүзінде дәлелдеп берейін деген, маған сенбеген, сенбесе айналайын шақырып, жаңағы конференция ұйымдастырып, ғалымдарды, білетін адамдарды ұйымдастыруға болмай ма? Шешуге болмай ма? Болады бәрінен. Мен көшедегі жүрген адам емеспін деп осынша айттым. Міне 3 бірдей диплом, жоғарғы білім есімін. Айтып отырмын, дұрыс шешім қабылдаудың маманымын. Москвада институт управлениені бітіріп, менеджмент саласының маманы. Менеджмент саласының маманы. Әлемдік деңгейдегі идеялармен салыстырдым деп отырмын. Менің идеям іс жүзіне асса, әлемдік деңгейдегі идеяларға сұраныс туады. Мынау жоғарыдағы басшылардың, мынау президенттердің, қайсы елдің болса да, тек қана біздің ел емес, кез келген елдің бірінші басшысының іс әрекеті мүлдем басқаша болады. Соны мүлдем басқаша арна жоғарыдан бастап, жоғарыдан президенттік деңгейден мынау төмендік қарапайым жұмысшыға дейінгі аралықта мүлдем басқаша болатын идея. Енді айта берсең бәрі кетеді. Мен көшедегі жүрген адам емеспін. Мүмкін менің тарихымда 3-ші ерекше үндеуімді айтып өткендей, мошенниктікпенен сотталған адаммын. Бірақ сотталғанымменен мен оның бәрін түсіндіріп айттым ғой, қандай жағдайда сотталдым, қалай менің 2 жылымды кешірім өтінем. Мен қандай жағдайда сотталып, қандай жағдайда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2 жылымды қысқартып, неге жатқанын 3-ші ерекше үндеуімде айтып өттім ғой. Сол сияқты айналайын Қасым-Жомарт Кемелұлы, сізден өтініп сұрайын, осы идеямды іс жүзінде көрсетіп беру үшін мені 100 күнге, сол 100 күндік программамды іс жүзіне асыру үшін, іс жүзінде көрсетіп беру үшін мені премьер-министрдің міндетін атқарушы етіп тағайындауыңызды өтінемін. Және де ештеңкені бұзып жармауым үшін қазіргі премьер-министрді менің бірінші орынбасарым қылып тағайындаңыз сол 100 күнге деген ұсынысым әлі күшінде. Айналайын Қасым-Жомарт Кемелұлы, егер осы идеямды барынша түсінікті қарапайым тілде қолға ұстағандай қылып түсіндіріп беруім үшін, ақ қарасын оның барлық бүге шүгесіне дейін түсіндіріп беруім үшін мені 15 минутқа қабылдауыңызды өтініп сұраймын. Осы мен уже 6-шы ерекше үндеуімде өзіңіздің қабылдауыңызды өтініп сұрап отырмын. 4 март, яғни 6 март күні мені жаңағыдай Астананың әкімінің бірінші орынбасары осы менің сіздің атыңызға қабылдауыңызды өтініп жасаған арызым бойынша Zoom арқылы хабарласып, әлі күнге дейін нақты өзінің кесімді жауабын әлі айтқан жоқ қой. Менің осы нем сіздің назарыңызға лайықты ма, лайықсыз ба? Егер лайықсыз болса, лайықсыз деп тапса, неге маған хабарласып, сол басшылардың, жаңағыдай ғалымдардың, мамандардың мүмкін сондай шешімі бар шығар. Бұл іске аспайды, бұл тұрған қиял не деп? Оның да несіменен, меніменен ақылдасып шешуіне, оның несін кін атқар. Ақ қарасын анықтауға болады ғой. Міне қазір уже 14-15 минутқа кетті. 10 минуттан асырмайым ба деп амал жоқ. Мен Бектасов Шырынбек Қазықанұлы, 1956 жылғы зейнеткер, тиімділік идеясының авторы. Телефон номерім 8775 404 0256, актив номерім. 8776 139 56 21.
кез келген сұраққа, кез келген аудиторияда, кез келген мамандардың, кез келген академиктердің алдында жауап беруге мен дайынмын. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, басымды иіп кешірім өтінем. Осындай эмоцияға беріліп, осындай сізге ерекше үндеу тастап отқаныма кешірім өтінем. Амалым жоқ, басқа не істеймін? Мен қолымнан не келеді? Менің қолымнан келетін барлық нәрсені істедім деп ойлаймын. Қолымнан келетіні осы ерекше үндеу тастап, әлеуметтік желіде бір ажиотаж туғызу, халықтың несін талқылап сізге тезірек жеткізу. Егер сізге жетіп осы тиімділік идеям іс жүзіне асса, әлем өзгереді. Кешегі түндегі Трамп пенен Путиннің әңгімесі 2 сағат әңгімелескенін мен білмеймін, бірақ мүлдем басқа арнада сол 2 сағаттық әңгіме мүлдем басқа арнада болар еді. Себебі егер менің тиімділік идеям іс жүзіне асып, оны бір ел көлемінде біз көрсете алсақ, басқа әлемдегі елдер бұл идеядан үлгі алмауы мүмкін емес. Үлгі алуға мәжбүр болатын еді. Сонда қазіргі таңдағы барлық проблемалардың шешімі өте қарапайым жолымен, екі жаққа да тиімді жолымен. Тиімділік идеясының ең негізгі тиімділік осы процеске қатысушылардың барлығына да тиімді болуында. Енді одан артық қалай айтам? Айналайын көпшілік ағайын, осы менің немді көріп отырған әрбір азамат, елім жерім дейтін әрбір азамат, елінің келешектің тағдырына бейжай қарамайтын әрбір азамат, таратыңыздар, менің каналыма жазылыңыздар, ажиотаж туғызып, басқа да аудиториясы көп блогерлерге жеткізіңіздер. Аудиториясы көп блогерлер маған шықсын. Әрбір аузы дуалы азаматтар менімен байланыстырыңыздар, соны байланысып, аузы дуалы депутаттар, ел ағалары, елдің жаңалдегі басшылары, басқа да кісілер, барлықтарыңыз сол кісілермен байланыстыруға мүмкіндіктері бар әрбір адам маған шығып байланыстырсаңыздар. Міне сонда өздеріңіз келешек ұрпақтың, немере шөберелеріңіздің көзіне тіке қарап тұрып, қолымнан келгеннің барлығын істедім деп айта алатын жағдайға келіңіздер. Міне осы менің мына видеомды көріп отырған әрбір азаматтан өтінішім, қолыңыздан келген нәрсені істеңіздер. Менің қолымнан ештеңе келмейді, мен ештеңе бұны білмеймін деп немқұрайлық танытпаңыздар. Сіздерден өтініп сұрайтыным осы.